мына жерде таблица ғой, мына антропоген дейді. Мамонттар, ана бизондар болған кез ғой осы жерде. Архей дейді, 1,5 миллиард дейді. Протерозой, Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Карбон, Пермь, Триас, Юра, Мелпалеогон дейді. Тасқа қатып қалған ғой. Ящерица сияқты бір нәрсе дөкей ғой, қайдан. Балық па. Кораллы юрского периода. Ну, кораллы юрского периода. Ну. Брахиоподы, моллюски Девонского периода. Морская лилия. Копия этим, оригинал емес. Скелет древней рыбы. Кәдімгі біздің карась сияқты ғой қазір. Бағана түсірдім ғой мен аяғы. Крокодил сияқты балықтар бір нәрсе ғой. Фильм ужасов какой-то. Но енді мамонттар. Осы біздің ертістің жағасында осындай жүрген ғой кезінде. Жүндермен бірге қазып шығарған ғой жердің астына. Батыр, давай сен комментарий жасам. Комментарий жаса. Комментарий жүр көрсетейін. Мамонттарға жүріп қарайым. Мамонт дегенде піл ғой? Пілдің ана солтүстік пілдер ғой? Пілдің. Ертістің жағасында бізде өмір сүрген ғой? Осы жақта өмір сүрген. Иә. Міне мынау ана недегі балық бар ғой анау? Апалма дей ма, апалама деген неде бар ғой? Америкада сол. Шортанның 80 чатасы. Сондай болған екен ғой мұнда. Мынау мен сазанның чатасы. Кистеперу был Атимерий. Көрсетейін деген экскурсия. Қас бәке. Мына жерде енді тоже экран. Қане. Мынау қазақ болып кетті көрдің ба? Қазақ. Біз кезінде орыс па, европейдің бірдеңе болып түрі басқа болды. Қазір қазақ болып кетті түрі. Әне. Негізі ана соткада көп отыра берсек, осындай болады. Жуым басаң, жайым басаң, соткада. Жуым баса, адам тісі баса, тәртіне кешкен соткада отыра берсе міне. Осындай болсын. Осындай ошыға кіресің. Көне адам бұл. Содан кейін осындай болсын міне. Міне. Мынау қандай бәке? Мынау қандай? Ой, мынау қандай. Мына мен сияқтылар. Ана ойын ойнай берген ана Counter-Strike. Мен сияқты сақалдылар бар. Сақалын бүйтіп күтпегеннен осылай болып кетесің. Сақалды өсіресің, Counter-Strike ойнайсың, түрің осындай болсын. 5-6 жылдың. Соғын сойған көрдің бе? Соғын қалай сойған кезінде. Соғын міне. Мына кісі міне, соғынды міне. Сакеп көрмей дұрысты. И чё деп отырмын? И чё? Немене біреу алып келді. Шо төртеуін әкеу керек еді. Недовольный отыр ғой әйелі. Сол кезде уже недовольный болған ғой. Сол кезден бастап недовольный болған ғой. Мынадай соғым әкеп берген ғой. Генетический соқ келеді. Недовольный. Реконструкция бизона дейді. Осындай аю болған ғой бізде. Тоғайда. Йо-майо. Кішірек екен аю, е? Ну немене? Бизон екен. Бизон сүйеу бұл, сүйеу. Я ну реально. Оригинал қазып шығарған ғой мына біздің.
Кеттік аға. Болды ғой. Міне сол заманның қыздары міне. Қаршы қыздар осы заманда туғандарына рахмет етіңдер. Ана заманда туылсаңдар, ой, Осындай болушы еді. біз сендерді алмаушы едік негізі. Маникюр, педикюр деген жоқ. Иә. Жігіттер қарай ма? Қашан? Міне мына бас Қазір заман жігіттер қарамайды. Мына бас сүйектен восстанавливать еткен ғой міне. Иә. Современный искусственный интеллектпен. Осы заманда туғанына қуаныңдар ғой. Иә. Тәуба деп ойып. Не жоқ анау макияж дейме, не анау помада анау. Майкап. Иә анау кірпік өсірген жоқ міне. Оригинал. Прическа жоқ міне. Сырған. Жүрсеңдер міне сол заманда туылсаңдар, өсіп жүрсеңдер міне. Сырған сол кезде де таққан ғой қарашы. Бәге. Сырға таққан ғой. Енді айыра алмайсың ғой, екі қыз екен қайда барасың? Сонда құлағына сырға таққан, сол үшін сырға таққан құлағына. Жай алам сол. А? Алдық қой біз билет. Алам, тағы да билет. Алдым мен неге? За съемку. Один билет. Алам, один билет за съемку. Билет? Бір билет за съемку. Ой, мына біздің тастар бар. Серпентин, асбест, амазонит, базальт дейді. Пегматит, хлорид, мусковит, слюда кварцы, песчаник кварцевый. Ну тас мен тас тауып тапсырғанымда тастар ғой. Нефилин дейді. Кальцит, мрамор дейді. Гнейс. Ана мрамор тағы бір мрамор. Ё-моё, тас деген Міне мынаны кашко қазып жүріп мынаны тауып алған бір тасты мен. Кальцит дейді. Азурит. Красный гипс дейді. Тас деген жетеді екен оны. Екібастың карьері ғой, ну қарыш қала қасып салған жерде. Ё-моё. Бәлен этаж ғой астынан. Ана мен қазір ғой не. Бәрі осы ағалардың арқасы ғой. Қаныш Имантайұлы. Біздің ата деу керек екен, аталардың арқасы ғой. Сатпаев. Ерең еңбек қой ол кісінің, еңбек. Соның арқасында осындай мемлекетіміз осындай байлыққа ие болып отыр. Сонда неше түрлі байлықтар болған ғой бізден. Месторождение, нефть, золото, бәке. Уран, алюминий, неше түрлі. Сол көбін жасырған екен ғой айтпай. Кремльға. Мәскеуге орекеңдерге айтпаған екен ғой жасырып. Сонда айтады екен, аға жастар айтады екен, аға неге айтпайсыз, жасырасыз. Сондай байлықтар бар, ана жерде, мына жерде көрдік қой, таптық қой. Ол болашақ жастарға қалсын деп қайтесіз. Деп көп жасырып кеткен. Ол кісілер керемет. Байлықтар бар екен ғой бізде. Осы Сатпаев. Терең ойланған адамдар ғой. Мына көріп келді ғой сонда. Мынау әлгі саблезубый дейді әлгі. Қан жарылады не дейді? Не деуші еді? Саблезубый тигр ма? Иә. Қан жарылды. Реконструкция саблезубого тигра. Реконструкция саблезубого тигра дейді. Біздің жақта болған. Мынау біздің жақтың жираф екен ғой. Жираф қой, е? Жираф міне. Bizim жақын жираф. Мынау құлан ғой, құлан. Жираф. Бізде мынадай аң болған екен ғой, ой алла. Мынау құлан ғой деймін. Или мынау біздің аңдар емес пе? Біздің аңдар осы жақта болған, құлан. Реконструкция гиппариона по Орлову дейді. Bizim жақта болған. Мынадай, анан қара, анадай. Мамыл. Саблезубый тигр анау. Анау жираф сияқтылар бәрі жүрген екен ғой. Е. Ой алла. Міне дәп осы жерде көл болған көрдің бе міне? Осы музейдің орны көл болған екен, көрдің бе? Көл кеуіп қалғаннан кейін осы жерге музей салған. Соның қазір бәрін жинап алған. Мынау тас қой. Тас. Өзі тас. Тастай.
тастай батып судай сың деген. О, выдра қойдың иә? Қандай жет? Симон торт. Итбалық дейме осы, итбалық болсын ма? Я типа не сияқты ма? Итбалық, мынау не ғой? Қазақ айтатын итбалық деп осы. Қалай еді мынау? Ай, әкеңнің аты қалай еді мынау? Тюлень дей ма, неме еді мынау? Сол еді оны. Ну, сорокта болғанда жира құстар болған, сосын не ондай құстар ұшып жүрген ғой, летучий мышьтар. Осындай құстар ұшып жүрген ғой.